Келесі салат наслаждение. Оған бізге керегі сыр гауда 70 грамм на терке, 70 грамм корнишоны на терке, 70 грамм морковь піскен на терке и 100 грамм піскен ет, болмаса тіл салсаңыздар болады, піскен майонез, помидоры черри, перепелиный жұмыртқа және бальзамический крем для украшения. Осының барлығын салып, майонезбен араластырамыз. Тұздамаймыз, өйткені бізде мына жерде соленый огурец бар. Одан кейін жаңа мына сырымыз бар. Салаттарымыз ащы болып кетуі мүмкін. Осының барлығын майонезбен араластырамыз. Қыздар, міне араластырып алдық. Енді осыны ыдысымызға салып, бұл бізде форма ретінде болады, әдемілеп төңкереміз. Осындай жіңішке әдемі болу үшін сіздер корейский теркамен өткізулеріңіз керек. Бұл кезде жіңішке әдемі болып шығады. Қыздар, міне әдемілеп салып шықтық. Енді перепелиный жұмыртқаны. Үйде егерде жұмыртқа болмаса, салмасаңыздар да болады, ол не обязательно. Негізі бұл декор ретінде жүретін нәрсе. Каждый фантазирует как может. Енді мына бальзамический креммен тарелкамыздың шетіне осы бір-екі сызық жасап жүрсек болады. Мінекей қыздар, астарыңыз дәмді болсын.